Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге доллар гүлін көбейтудің ерекше бір тәсілімен бөлісетін боламын. Бұл тәсіл арқылы доллар гүліңізді оңай әрі тез көбейте аласыз. Менің YouTube каналымда доллар гүлін жапырақтан тез көбейту туралы түсірген видеомда көптеген комментарийлар келді. Барлығы айтады, мен доллар гүлімді жапырақтан көбейте алмадым, өте ұзақ уақыт кетті, жапырақтар сарғайып кетті, құрғап қалды, қурап қалды деп. Доллар гүлін көбейтуді барлығы өте қиын деп ойлайды екен, және ұзақ деп ойлайды екен. Сіздер бұл тәсілмен доллар гүлін көбейтсеңіздер, бар болғаны 1,5 ай, 2 айдай ғана уақыт өтеді. Сол үшін мен сіздерге доллар гүлін көбейтудің оңай әрі тез тәсілімен бөліспекшімін. Міне бұл доллар гүлін осындай контейнерді пілтемен көбейту болып табылады. Яғни орысша айтқанда бұл оптовый посадка дейді. Яғни доллар гүлін бірден кішкентай контейнерде көп мөлшерде тез арада көбейту болып табылады. Бұл жерде шамамен 30 шақты доллар гүлінің жапырақтары бар. Міне осындай контейнерге саламыз, өзінің арнайы топырағын дайындаймыз, және де астындағы су деген шіріп иістеніп кетпес үшін жаңағы өзінің қосатын тыңайтқыштарын қосамыз, және де суды аз немесе көп бермеу үшін, мөлшерін анықтау үшін міне мынандай пілтемен жасаймыз. Осы қалай жасайтынын, топырағын, құрамын және қандай тыңайтқыш құямыз бәрін түсіндіретін боламын. Әрі қарай менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен егетін жапырақтарымызды дайындап алайық. Мынау менің үйдегі өсіп тұрған доллар гүлім. Осыдан қазір кесетін жапырақтарды қиып алатын боламыз. Өте үлкен болып өсіп келе жатыр. Астында картошкалары үлкен болғандықтан жапырақтары, сабақтары өте үлкен. Осы міне жаңадан 4 шығарған жапырақтар шығарып келе жатыр. Енді осының мен ескі жапырақтарын алам, жиегіндегі ескірген және сынып қалған жапырақтардан алатын болам. Міне қарасаңыз, жапырақтары менің алақаныммен бірдей. Мен қазір енді өзімнің өткір пышағыммен басы кесіліп қалған 2 жапырақ бар, сол екеуін алам. Олар негізі жаңа жапырақтар, просто сынып қалған, сосын басын кесіп тастағанмын. Енді осыларды түбінен кесіп алам. Содан кейін мен бұл долларды сатып алғанда, бұда 4 жапырақ болған, 2 үлкен жапырақ, 2 кішкентай жапырақ. Сол енді жаңа жапырақтар көп шыққаннан кейін олар ескіріп тұр. Сол ескі 2 жапырақты, ескі үлкен 2 жапырақты және кішкентай жапырақтарды алам. Жапырақтардың бәрін сабағынан кесіп дайындап аламыз. Қалған сабағында тастамаймыз, оны да бөліп суға салсақ, астынан картошка шығаратын болады. Енді топырағын дайындаймыз. Топыраққа торф аласыздар. Басқа нелерге, универсальный топырақтарға ексеңіз, пілтемен еккеннен кейін олар шіріп кетеді, және оған бос болып тұру үшін, торфтың өзі де бос, негізі одан да бос болып тұру үшін бірде-бір қатынаста перлит себеміз. Перлит пен торфты жақсылап араластырып аламыз, және бұл құрғақ болмау керек, ылғалды күйде егеміз. Ал ылғалдау үшін оған арнайы суын дайындаймыз. Ол үшін бізге мынандай 1 литр суға мынандай сұйық биогумустың 5 мл қосам. Сонымен қатар биогумустың мынау түрін мен бірінші рет пайдаланып тұрып, бұрын мен Гуми Кузнецова деген фирманыкін пайдаланатын тұғымын. Наны енді бірінші рет алып тұрым. Гуми Кузнецованы тапсаңыздар, сол фирманың несі биогумусы да жақсы өте. Осыған енді суға 5 мл қосамыз, жақсылап араластырамыз. Содан кейін монокалий фосфаттан 1 грамм қосамыз. Көз мөлшермен, қасықтың ұшымен қоссаңыздар болады. Биогумус пен монокалий фосфатты жақсылап араластырып аламыз. Енді біздің суымыз дайын. Енді осы суды топыраққа салып, құйып араластырамыз. Кәдімгі қамыр сияқты қылып илеп, бірақ өте шылқып кетпеу керек. Бүйтіп қолмен ұстағанда суы ағып тұрмау керек. Өте суламаймыз, тек ылғалдаймыз топырақты. Ары қарай енді гүлді егетін контейнерлерімізді дайындап аламыз. Ол үшін бізге мынандай одноразовый 2 контейнер керек. Андай пластик, шықырлақ пластик сынып кететін контейнерлер емес, шамалы қалыңдауларын аласыздар. Және ол 2 контейнер, біреуі үлкендеу, біреуі кішкентайлау болу керек. Бір-біріне кигізген кезде астында су құятын, ауа кіретін орын қалу керек.
бетіндегі кішкентай контейнерді пілте кіретін қып екі жерден тесіп аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы әдіспен тесесіздер. Мен андай шегені газге қыстырып алып, сонымен тесіп жатырмын. Енді пілтелерімізді дайындаймыз. Пілтеге осындай синтетикалық баулар жайрайды. Болмаса арнайы бұрын майшамдарға қолданған пілтелер қазір бар ма екен, сондай пілтелерді алсаңыз да болады. Осындай көз мөлшермен өзіңіз қиып аласыз. Егер осындай бауларды пайдаланатын болсаңыздар, баулар өте жіңішке болмау керек. Өте жіңішке болса, ол суды өзіне аз сіңіреді да, жоғарғы жаққа суды аз береді. Жіңішке бауларды пайдалансаңыз, онда екі жерден тесіп саласыз. Мейлінше осындай қалыңдау бауларды алсаңыз болады. Бұндай бауларды арнайы сатады. Болмаса жаңағы белдікте, триконың белдігінде тұрған бауларды алсаңыз болады. Сіз бұл әдісті доллар гүлін тамырлату ғана емес, барлық кішкентай атроска гүлдеріңізге пайдалансаңыз болады. Кішкентай қауашақтар әдетте тез құрғап кетеді, оны жиі суарып тұру керек. Біз үйде бір жаққа қыдырып кетеміз, сол кезде қарай алмай қаламыз. Сондайға бұл өте жақсы әдіс. Екі пілтемізді ыдысымыздың екі жағына қарай бүкіл ыдыстың бойын алып тұратындай қып, жиегіне қарай, жиегіндегі суларды су шетіндей қып орналастырамыз. Қалған бөлігі астында суда қалады. Әрі қарай контейнерімізге топырағымызды жақсылап нығыздап салып аламыз. Ал енді маңызды жеріне келдік. Енді жапырақтарымызды егеміз. Ол үшін бізге карнивин керек міндетті түрде. Карнивин болмаса фитоклон деген бар. Негізі фитоклон карнивиннен қымбатырақ және тамырды тезірек шығарады. Сіздер фитоклон алсаңыз да болады, карнивин алсаңыз да болады. Мен жапырақтардан осындай үлкен бойлары бірдей жапырақтарды бір контейнерге, қалғандарды екінші контейнерге егейін деп осындай бөліп алдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай карнивинді бір өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа салып алып, енді жапырақтарымызды осы карнивинге батырып, сосын барып топыраққа егеміз. Фитоклонның карнивиннен айырмашылығы, карнивин ол порошок түрінде, фитоклон гель түрінде. Сол гель түрінде болғаннан кейін біздің жапырағымызда ұзақ тұрады, сосын тамырын тез шығарады. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлық жапырақтарды егіп алдым. Осы контейнерге шамамен 30 жапырақтай кетті. Бір контейнерге осылай нығыздап егеудің бір жақсы жері доллар гүлі тығыздықты жақсы көреді. Ертең тамыры шығып, картошкасы шыққаннан кейін ол тамыр мен картошка тез үлкейеді, өйткені нығыздалып тұрғаннан кейін. Енді әрі қарай бағана биогумус пен монокалий фосфатты өте аз мөлшерде топырақтың бойына құйып шығамыз. Көп құйсаңыз, жаңағы батырған карнивиндеріңіз суға еріп кетуі мүмкін, ал бізге ол жаңағы жапырақтың тамыр шығатын жерінде ұзақтау тұрғаны жақсы. Сол үшін суды көп құймаймыз. Енді биогумус пен монокалий фосфатты контейнердің астыңғы жағына құйып қоямыз. Осы су шамамен бір аптадай тұрады. Апта сайын құйып тұрасыз. Апта сайын осы биогумус пен монокалий фосфатты құйып тұрасыз. Апта сайын болғанда су өзі таусылып, контейнерде су қалмайды ғой, су кезде құясыз ғой. Монокалий фосфат бізге тезірек тамырларды шығару үшін. Уже тамыры шыққаннан кейін басқа препараттармен ауыстырсаңыз болады. Ал биогумус ол монокалий фосфаттың жұмысын тездетеді. Дәл осы әдіспен басқа да гүлдеріңізді, атроскаларыңызды ексеңіз болады. Тек қана контейнерге емес, одноразовый стакандарға ексеңіздер болады. Ештеңе тастамаймыз, бәрін пайдаға асырамыз. Міне осы бағанағы доллардың жапырақтарын алғаннан кейін осындай сабақтары қалды. Осы сабақтарында қазір бөліп отырғызатын боламыз. Мынадай үлкен сабақтарды көз мөлшермен шамамен 10 сантиметрдей бөліп аламын. Бұл сабақтарды карнивинді суға салып 4-5 сағатқа салып қоясыз. Болмаса уақытым жоқ десеңіз, карнивинге батырып еге берсеңіз де болады. Мен суға салып еккім келіп тұр. Менікі эксперимент жасау ғой. Ана сабақтарды контейнерде тұрған, оны құрғақтай карнивинге батырып ектім. Ал мына сабақтарды 4 сағаттай карнивинге салып қоям.
барлығы бір жерде бірдей жағдайда өседі. Бірге су құям, сосын бақылап қараймын қайсысы несін тамырларды тез шығарды. Келесі жолы сондай әдіспен жасаймын. Сіздермен де міндетті түрде бөлісетін боламын. 4 сағаттан кейін міне сабақтарымды бір ыдысқа осылай барлығын отырғызып алдым. Мұны да осындай пілтемен суыратын қып отырғыздым. Мынау қасында тұрған мен бұрын тамырлатқан доллар гүлдерім. Енді олардың әрқайсысын тамырлағаннан кейін, астынан картошкасы шыққаннан кейін осындай кішкентай ыдыстарға отырғызып қойсаңыз болады. Міне жанында уже бір нелерін сабақтарын шығарып жатыр. Енді бұл доллар гүлдерін қай кезде көбейтсек болады, қай кезде тамырлатсақ болады деген сұрақтар келіп жатыр. Бұны жылдың кез келген мезгілінде жасай бересіздер, бірақ жарық пен жылу болу керек. Жарық жерге және жылы жерде тұру керек. Менің арнамнан арылыстамаңыздар, арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Сіздер де жасап, өздеріңіздің нәтижелеріңізбен бөлісіңіздер.